Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгінгі сабақта Scratch ортасында жеңімпаз ойынының жобасын жасайтын боламыз. Ұзындыққа бір орында қозғалмай секіруден 4-ші сынып оқушылары арасында жарыс өтті. Қатысушылардың көрсеткен нәтижесі бойынша жеңімпаз оқушыны анықтау керек. Бізге ойынның жобасын жасау үшін бізге қажетті фонды және төрешіні және қатысушының 2 костюмін жүктеп алу керек болады. Және бізде 2 кейіпкер болады. Төрешінің өлшемін 80 қыламыз. Төрешіні алаңға орналастырамыз. Келесі кейіпкер бізде қатысушы Айдана. Айдананың 2 костюмін де жүктеп алуымыз керек. Бірінші костюмін жүктедік. Енді екінші костюмін жүктеу үшін өлшемін өзгертіп алайық қазір. Енді осы Айдананың екінші костюмін жүктеу үшін костюмдер бөліміне барамыз. Сол жерден, қазір мына жерде 1 костюм болып тұр. Мына жерден екінші костюмін жүктеп аламыз. Бізде 2 костюмі пайда болды. Енді бізге ойын шарты бойынша жалпы ойын жанры сюжеттік ойын, атауы жеңімпаз, ойынға жалпы сипаттама ұзындыққа бір орында қозғалмай секіруден өткен жарыс, қорытындысы бойынша жеңімпаз оқушыны анықтау керек. Жарысқа қатысушылардың аты жөнін қатысушылар деген тізімде жазамыз, ал нәтиже тізіміне жазып қоюымыз керек. Демек бізде 2 тізім құрылады. Келесі ойында ең алысқа секірген оқушыны жеңімпаз болып саналады. Біз қазір бірінші тізім құрып алайық. Қатысушылар тізімі. Қатысушылар. Келесі тізім атауы, тағы да тізім жасаймыз. Нәтиже. Енді осы қатысушыларды толықтырамыз. Біз 5 қатысушыны енгізейік. Айдос, Мағжан, Айдын, Бекзат, Асқар. Енді нәтижені енгізейік. Бір бүтін оннан 5. Келесі тағы да 1 метр 5 сантиметрге секірген. Келесі нәтиже 2 метр 4 сантиметрге. Келесі 2.30-ға секірген. Келесі 2. Осылай нәтижелерін жазып алдық. Енді бізге осы қатысушылардың нәтижелерін есептеп тұру үшін төреші бізге айнымалылар жасау керек болады. Бізге айнымалыларды құру керек. Ағылшынша I әріпі, I және P. Және біз осы нәтижелердің ішіндегі ең үлкен нәтижені табу үшін біз максимум, яғни макс деген айнымалыны құруымыз керек болады. Бізде қазір алаңнан, сахнадан тізімдерімізді жасыра тұру үшін
белгілерді алып тастай тұрамыз. Енді бізде кейіпкерлердің скриптісін салу керек болады. Бірінші төрешінің скриптісі. Жалауша басылған кезде төреші старт деп 2 секунд бойы айтып тұру керек. Старт. Келесі қатысушы бірді таратып күту керек. Бұл жерде хабарлама дегенді басып, жаңа хабарлама таңдап, қатысушы бір деп жазамыз. Жақсы. Келесі біз I және P айнымалыларын және максимум айнымалыларының мәндерін орнатамыз. Бірге орнатамыз, ал максимумдікін тізімдегі нәтижелердің тізімі бойынша орнатамыз. Нәтиженің мына жерде максимум орнаттық. Келесі бізде неше рет қайталау керек. Бізде қазір тізімде неше тізім бар, қанша оқушы бар, сонша қайталау керек болады. Сондықтан бізге цикл шығарамыз. Рет қайталау, яғни қайталау саны белгілі циклды шығарамыз. Осы жерден нәтиженің ұзындығы бойынша қайталайды. Ұзындығы бойынша қайталауды қоямыз. Нәтиже. Келесі бізде шарт кетеді. Егер біздің үлкен деп тапқан мәніміз, яғни максимумда келеміз. Максимум нәтиженің иінші мәнінен кіші болса, яғни нәтиженің иінші мәнінен, яғни I деген айнымалыны алып келеміз. Бұл үйде отырғанымыз әрбір нәтижедегі сандар, қатысушылардың көрсеткіштері. Онда біз максимумды нәтиженің иінші мәніне орнатуымыз керек. Осы шарт орындалса егер. Иінші мәні максимумге орнатуымыз керек. Бізде осы максимум деп табу керек, және иді пиге орнатамыз. Яғни келесі қатысушының нәтижесін қарап тұрады. Келесі тағы да орнатамыз иді. Бірге орнатамыз. Өзгертеміз иді бірге. Иді бірге өзгертіп отырамыз. Егерде мына шарт орындалса, и бірге өзгеріп отырады. Соңынан 2 секунд бойы
бүгінгі жарыстың жеңімпазы деп айту керек. Жеңімпазы деп айту керек. Және 5 секунд бойы қатысушылардың нәтижесін шығарып тұру керек. Бұл бізде пи болады. Бірге пиді орнатамыз. Айтып тұруымыз керек. Осылай. Енді бізде қалғаны қатысушының скриптісін салу керек. Айданаға өтеміз. Қатысушы келесі кейіпкеріміз. Осы жерден біз маған келгенде деген қатысушыны басамыз. Блокта. Осы жерден X-ке орнатамыз. Қозғалыс. X-ке мән береміз. X-ке мән беру. Және Y-ке мән беру. Бұл X пен Y-тің мәнін қалай табамыз? Егер қазір біздің кейіпкеріміз мына орыннан келесі мына орынға секіру керек. Осы секіретін орнына әкеліп қоямыз. Секіргендегі орнына. Сол жердегі орнының X мәнін астынан көреміз. Мысалы, X мәні мына жерде 172-ні көріп тұрайық. Демек, мына жерге 172 деп жазамыз. Ал Y мәні минус 57-ні көрсетіп тұр. Минус 57. Минус 57-ні үстерге жазамыз. Қайтып орнына әкеліп қойсақ болады. Келесі көрсету. Көрсету. Келесі біз кейіпкеріміздің киімін ауыстыруымыз керек болады. Киімін ауыстыру. Яғни екінші костюміне қоямыз. Сосын бір қадам жылжиды. Үш қадам дейік. 3 қадам жылжысын. Содан кейін тағы да костюм ауыстырсын. Бірінші костюмге. Сосын 1 секунд күтіп. 1 секунд күтіп. 10 қадам жылжу керек. Әрі қарай тағы да кейіпкер костюмын ауыстырады. Ауыстырады. Онан кейін 10 қадам жылжуды саламыз. Жылжу. Біздің жобамыз дайын. Енді скриптімізді нәтижесін көрейік. Төреші айтты, секірді. Бүгінгі жарыстың жеңімпазы Айдын. Осылай 2-де 4 қашықтыққа секірген Айдынның жеңімпаз екенін жобамыз көрсетті. Енді оқушылар осыны өздеріңіз жасап қайталап көріңіздер. Іске сәт.